Bugün ulkan dastarxanға, ulkan қуанышқа осы Gülsümнің шығармашылық өнері арқылы, Gülsümнің еңбекқорлығының, оныңна алға ұмтылған бір арманға дегенде бір жетудегі өзінің қайсарлығы, бағытынан таймай соған ұмтыла берген жігерлігінің арқасында осындай тамаша бір кітап шығарып, соны қуанышына жинап отырмыз. Мен де осы Gülsüm сияқты алғаш жазып бастап, үлкен ағаларымыздың алдына барғанымызда былайша дұрыс деп жылы-жылы сөйлеп, бірақ жәрдем берген іштемесі жоқ, шығарып салған еді кезінде, жас кезінде, есімде түсірді. Сонда ішінде ол дұрыс талабын ұсталсын, жақсы болсын дегенде ұстаздарымыз болған. Сонда ойлаушым, кейін бізде осы бір үлкейіп, әжептәуір бір қаламгер, жазушы, өнер қайраткері болатын болсақ, жастар келсе бір шын көңілден жәрдем берсек, солардың жаңағы құлақ көрсең көзін аш демекші, талабын ұштап, соны сенім қосып, үмітіне бір шырақ жаққандай болсақ деп ойлаушы едік. Бір күні бір ұяла басып, именеп, бір қыз келіп тұр. Ағам мен бір сізге келмем дейді, не жұмыспен? Мен ол өзде гуманитарлық колледжде дәріс берем, университетте лекция оқимын, және театр істеймін. Жалпы ол театрда істеуден бұрын мен көп жыл ұстаз болдым. Ол педколледжде істедім, мәдениет училищесінде істедім. Жалпы ұстаз болу деген өзі қызық. Сен бірдеңе білетін адам сияқты, білетінді айтып тұрсаң, оның шынымен тыңдап отырса, бұл да қызық. Мен тыңдап отырған ел бар ғой, осылар мені бір үлкен ғалым санап тыңдап отыр ғой деп, онан сайын өзінің құшырнаған білген нәрсені айтасың келеді. Сөйтіп жүргенімде сол шәкірттердің біреуі шығар, жағдай басқан десем, бұл қызымыз тіпті басқа. Аға біраз өлеңдерім бар еді деп ой бер, мен ондайда дереу қарсы алып, жылы-жылы сөйлеп, шын көңілден сөйлеп, енді бұлай әсіре әдейі емес, сөйтіп қабылдайтын бар. Бірақ біреудің жазған нәрсесін сызып, оны бүлдіруді жеп көремін. Оның жазғанда ойланып жаз, сол ойынан шашырмау керек. Көріп, ренжімесең, ұнарын бұлай етсек, дедім. Сен ол жақсысы машинкаға бастырып кел бәрі дедім мен. Соны әркімнің почеркі әртүрлі, почеркті ажыратып отырғанда ойымның шашырап кетеді. Үні Маржан да машинкаға бастырып кел. Мен енді ренжімесең дедім, енді мен ақша төлеп жазып кел осы, бірақ мен сығамын. Оны сызғасын ренжімей, соны өзін қабылдасаң, ұстайын. Оны қалай не қылсаңыз өзің біліңіздер. Осымен көзін көрмек, біз тәжірибелі адамбыз, әкесі қатар адамбыз болсын. Ереу жағынан сызып, керегіне істерін бәрін жаңағы бағбандар мына бұтақтың оғаш тұрған жерін қырқып, әдемілеп шақтайды ғой кәдімгі, көктемде. Жүзімді, алманы соғысатып кетірдік, қайтадан бердік оны. Қайтадан бастырып берді, ерінбей. Ренжіген жоқ, ерінбей дұрыс болыпты деп. Сонымен өлеңдерін қара солай еді. Әңгімесі тиіспеді. Себебі әңгімеге тиісуге болмайтын болды. Өзінің ойын жазылған болып қалсын деді. Сөйтіп, қайта келіп, хабар алып, жаңадан жазған әкеп беріп тұрдым. Сөйтіп, 2-3 қайтара дегенде осы реттеп, сосын компьютерге өстіріп, кейін бұл кітап шығарайық. Бұл кітап шығаратын болды деп айттым. Жасыратым жоқ, қазір бәрі нарық заманы қаржыға байланысты. Папасына айтқан екен, көкесіне, болды қызым, жәрдем қыламыз, шығарамыз деп, ол үшіде қамқорлық жасақты. Сонымен қуанып келді бұны. Папама айтып, көкеме айтып, осылай деп, жақсы болды. Жұмызда мені үйге шақырып келді. Бізде де жұмыс, жаңағы мен ол өзде сол қызығып, сабақ берген құмартып, университетте де, колледжде сабақ берген жүрдім, театрда жұмыс қол тимейді еді оқымайды. Кейін театрдың жұмысы жаңағы көйлеп кеткесін, жаңағы ремонт несін бәрі тастадым. Мынау жігіттер біледі, бірлестіріп. Қол тимей әрмін деп жүрген кезде Gülsüm кеме кетті. Исатай.
Ne oylar bilmeyip kalktı ekan. Ne oldu ekan, ağırıp kaldım ekan dep düşündüm. Oğulkan onday yalar boп kaptı. Kengesinde. Kap, şahırlar gezi baramaz dep koşundu. Bir de kacak ayıp koydum, orada kızımız şahırladı. Atanamın tanısını zevadı dedim, baramız öldürdü. Türk'ün saati, sabahın saatinden ekan, bugün görmüş olacak oturdu. Gülsümcan'ın bir tamaşa kasiyeti bu minezdi, salmaktı. Cengil minezge yok adam. Sonrasında yengbek kor. Kayta жазып gelip kança tüzüp ne olğanda yerinmeydi, yapmaydı. Sonra arkasında adam bir neticeye gidiyor. Yani tanış bir yerine tamam verse, tas olsa da, çemir olsa da tespit edildi koy. Sonuçta yaptı. Bu işe aykırı maksat koyup, sol maksatla жету için gerekçe bir jigermen umtulatın adam. Biz жүргенде mınау Safegan bizim dostumuz, yarınımız, Almatı'nın baylağısı küçtü, Cenab-ı aytıp oturdum koy. Talay yoldaşlar var, basbarı oturgan. Özü bir neçe kitap yazgan adam. Ben bolsam menin 12 kitabım jarıp gördü. Tırmıyor saktı. Bu üstünde 6-7 kitap çıkıp koydu. Söğütüp, bu üstünde kut gör, ben Almatı'ga baratır edim, yakında barayın, kömek göreyim dep, bu üstünün yengeğinin bari koluna berdim. Kitapın tağırı bari Dışbodov degengildi, bu üstünün koluna. Har jağынан bu üstü barıp, bugün kalgan pazdıkla kitaptı adam küçünü okuyutuna sırtı forması adam bol bırak koy. Evveli adamdı kimine karab bağlayıp keyin onu aytkan sözünü mazına karab çıkar atamız koy. Sosu yaptı. Tam aşağı bir adam kitap edip bunu alıp köpürdü. Bunu kağıdı Respublikanın barlık jaksı bütün kitapxanalarında turup jaksı olmuşlarga tarap atırıp olmuş ortalıklarına baradı. Bütün javuşlarının nazarına edildi. Oğlum kelinen keyin Gülsüm tağa kelip kitabını berip tur. Oğlum o aynalayın dep, andaydan suyup kutuosuna ayttık. Bu birinci kitap deyim bu. En kıyını iki kitap yazdım bunu. Son yazdı deyim bu. Sizin жаңағы бұл Gülsüm'ді сөйтіп тәрбиелеген жағдайымыз бар еді. Жалпы өнер адамдарына бір жылы сөз айтсаң, ол бала көңілді халықпыз ғой бәріміз. Үлкеніміз бәрі бала сияқтымыз. Жақсы сөз естісек, жанымыз жадырап қалады. Жақсы тілек айтылса, іштен оған өзіңше бір риза болып, еміреніп тұрасың. Жақсы сөз жарым істеген содан шықса керек. Сондықтан мынау Gülsüm'ün özüne, onu terbiyelenen ata-anasına, nağaçlarına, kökelerine, ağalarına, bağırlarına, jengelerine esası. Kız bana jengelerden köp terbiyeler, anadan köp terbiyeler. Bärini men mına usta hazretinde alsa etmezsin. Osunda kız terbiyelep, osunda oydu, parasatlı, azamat terbiyelegenlerine rahmet. Ben mına önde, ben bir kitapta bargan eken, mına bizim Jubayımız bu benim de çıkarmalarımdan okup özünü fikrini aytıp oturады. Mına ölüyorumuz mınday eken, mına kitabını mınday eken, tüptü mına söylüyorumuz sürüksüz eken, ya bolsa osu yerini kayta karaysızlar degende akıl kengesini berip, жаңағы солай жерттен кіріп жүретін жағдай бар. Ол Gülsümcan'ın kitabını alıp машиненің ішіне тастамайды. Жаңағы бір несі бар, шаруашылығы. Mına Slavyan Savkozmen Şenerbaş жерде. Sonun başına alıp ketip okup жүрді. Söйтіп, mаған kep aytып әкеліп береді. Мен бәрін оқып қойған білемін ғой. Деп отырамын. Бұл жап-жасты бұның бәрі қалай жазар, жандүрекің айтпақшы. Қалай бұл басына сыйғып жүрген? Үлкен естер адамдарға айтатын әңгімесі ғой бұл. Әлгі семьяның шырқы бұзылмауы, болмаса бауырлардың жаңағы бір мейірбанды болуы, сосын кейбір мына біздің қазақтың кейбір жасөспірім қыздарының қазір секеңдеп жаңағы жолға түсіп кетуі, ата-анасын ұмытып, жаңағы жеңіл өмірге бейімделіп кетуі, базар-ошардың жаңағы тауарын тасып іздеп, беймазалық тіршіліктер жасап жүретін кезеңдер бәрін қалай бұл бойына сіңіріп, миға сіңіріп жүрген деп маған бірінші рет сауал қойды бұл кісі. Мен айттым, ол сондай. Міне осындай қазақтың қыздардың бәрі бұл сөзген жоқ, ой ойлап жүргендер көп, той тойлап жүргендерден гөрі деп біз үйде көп әңгіме отырамыз.
Mine bu osындай mınау mekteптің başçısı otur eкен, önümüz aялай сізге құтты болсын айтамыз. Осындай шәкіртіңіз директор деген ол ұстаздардың ұстазы дейді ғой. Sizin de şakirtiniz esine bir hizmetkeriniz maqtansanız болады. Kez kelген mekteпте мұндай жалғыз шығып атқан жоқ. Yani Nureken dұрыс айтады, екі адамның бірі екі ауыз жазды айтып жаңағы қалжың бас әңгіме айтуы мүмкін, құрдастары өлең сияқты шығарған сияқты. А бірақ ойлы өлеңді, жұртқа өнегелі, құлақ атты, сабақ болатын әңгімені айту, ол үлкен ойды, үлкен бір тиянақтылықты талап ететін мәселе. Мен ойлаймын, бұл қызымыз келешекте осы бетінен Алла жазса айнымасын, осы бетінен қайтпастан шығармашылықты, творчествоны, жазушылықты, өнерді сүйген жағдайын тереңдете беру керек. Тереңдете беру керек. Ерінбей жалықпай, өзін столға байлап қойып, өзінің мінезі оған лайықты, алған бетінен қайтпайтын сондай бір мақсатына беріп қыз болып өсіп келе жатыр айналайын. Бағың жана берсін, алыңнан жарылғасын Алла тағала. Мына папаңның сенімін ақтағаны, мамаңның сенімін ақтағаны осы болады. Жаңа дұрыс айтып отыр, мына ағалардың көкелері осы. Сондықтан мен осы тосты, осы нені шарапты осы қызымыздың денсаулығына, осы қызымызды тәрбиелеген мына қалың жұртшылық ағайындарға, мынау көкелеріне, ағаларына, мамасына, мына ел ағаларына, мектептің коллективіне, осы қызымызды тәрбиеленіп жатқан әпкелеріне бәріне рахмет айта отырып, осы Гүлсімнің қаламы ұштала беруіне, таланты тасқындай беруіне осылай